Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бұл түнгі ауысым подкасты. Біздің бұл қазақ тілді үшінші шығарылымыз. Және бүгін мен сізге бір өте ерекше қонақпен таныстырғым келіп отыр. Қазақстан тарихы пәнінің мұғалімі 11-ші мектепте өте білімді тарихшы десек те болады. Оны неге үйтіп бағалайтынымды соны кейінірек айта кетемін сізге. Алмұханов Асқар Сатуайұлы. Қош келдіңіз ағай. Қалыңыз қалай? Жайлап алады бір кеше. Фамилия өзгертіп жүрмін, сен мектеп бітіргеннен кейін мен негізі. Да? Әлмұқан болып кеттім қазір. Әлмұхан болып кеттіңіз ба? Жақсы. Асқар ағай деген менің мектеп кезіндегі класс жетекшім және мұғалім болатын. Соның бір себебі ретінде жаңа сізге осы кісіні көрсетейін деп, ағайымыздың білім деңгейін көрсінсіздер, ой толғау деңгейін көрсін деп арнайы шақыртылып отырған қонақ болып табылады бүгінгі. Қазір бір сұрақтардың аясында ағайдың ой толғауын жалпы өзіңіз де байқайтын боласыз. Сондықтан ағай жайлап бісміллә деп бастасақ та подкастымызды. Жалпы мына қазақша контент деп отыр ғой біздер деген. Қазақша контентке қазір көп көңіл бөлініп жатыр. YouTube-тың аясында, басқа әлеуметтік желілердің аясында. Бұл дейтін заман талабы деп ойлаймын. Жалпы бірақ біздер енді әртүрлі буынның адамдарымыз ғой. Сізден мынандай сұрақ қойғым келеді. Қазақша контент қазіргі кезде именно осы қазақша контенттің көбеюі именно дәл осы кезге неге келіп тұр, неге қарқынды дамып жатыр? Мысалға, тәуелсіздікті алатын болсақ та 91 жылдан кейін осындай тенденция болды ма ол кезде? Немесе қазір ғана дамып келе ма? Неге десеңіз, ол кезде бізде қалай бірінші нарық, содан кейін басқа мәселелер болды ғой, да? Ал қазір бәлен бой уақыт өте келе не өзгерді? Жалпы тіл мәселесі бізде бірінші проблема болды ғой. Тәуелсіздік алған кезден бастап. Жалпы тәуелсіздіктен бұрын да ана қайта құру басталды да гласность деген нәрсе келді. Демократия деп айтқан жоқ, жариялық келді деп айтты. Горбачев жариялады, демократияны жариялады. Қандай проблемаларың бар? Айтыңдар дегенде бізде екі проблема көтерілді ғой. Алаш, сосын тіл. 88-де біз алашқа реткерлерін ақтадық, 89-да тіл туралы заң қабылдадық. Знаешь, бізде бұрыннан бар проблема. 200 жыл отарлық кештік, 200 жыл бойы бізге тілімізді ұмыттыруға тырысты. Жалпы кеңес одағында бір енді 20-30 сақталса, біз мүлдем жойылып кетуіміз де мүмкін еді негізі. 89 жылғы санақта Қазақстанда қазақтар 44% шамасы болды. Жартысына да жетпейтін болды. Тәуелсіздіктің алғаш кезінде үлкен проблема болды. Оның ішінде қазақтардың үлкен көп бөлігі не болды? Орыс тілі болды. Еще біз ауылда тұрған қалып болдық. Урбанизацияға түспеген болдық. Тәуелсіздік алғаннан кейін бұл процестің басқаша өзгеруінің көп себептері бар ғой. Бірінші, демографиялық мәселе. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары біздер үшін өте қиын болды, мемлекет үшін. Барлық жақта қиын көрдік. Сол барлық қиындықтың біз үшін бір плюсы болды. Қазақстандағы басқа халықтар Қазақстан тастап көшті. Қазақтар осында қалды. Және сырттан тағы қазақтар келе бастады. Осының арқасында біз демографиялық жағдайымызды бірінші реттедік. Халықтың саны көбейе бастады. Қазақтаны көп қорқытады, терең батырады деген мақал бар. Санымыздың көбеюі, біздің демографиялық жағдайымыздың өзгеруі, біздің тілдік мәселені өзгерткен нәрсе сол. Мысалы, алғаш біз тәуелсіздік алған кезде бізде негізінен ылғи да Ресей музыкасы, КСР музыкасы, Пугачевалар, Киркоровтар, фристайлдар, наналар, жұрттың бәрі тек қана орысша тыңдайтын еді. Қазір бізде мысалы соның өзінде музыкада да орысша тыңдау актуалды емес қой қазір. Орысша айтатын адам аудиториясын жинай алмайды бізде қазір. Ән дейтін бизнес қой еще. Сондықтан олар қазақша айтуға тырысады. Неге? Себебі қазақ тілі аудитория көбейді ғой. Қазір біз соңғы кешегі 21 жылғы санақта Қазақстанда қазақтар 70%. Біздің Қазақстанда кешегі Батыс Қазақстан облысында кешегі ақпандағы статистикада біз 81% екенбіз қазақтар. Атырауда 94% екен. Ол уже Қазақстанның құрамының өзгергенін, уже Қазақстанда басты рөлді кімдер атқанын көрсетеді. Енді биліктің де үлесі болар, бірақ билік қазақ тілін дамытуға сондай айтарлықтай үлес қосқан жоқ. Бұл тәуелсіздіктің арқасы, жеке белсенділердің арқасы, көз ашылған халықтың арқасы, сосын біз демографиялық жағдайымыздың жақсарғанның арқасында деп білемін. Қазір қазақ тілді контент актуалды. Себебі не түсірсе де, кім не көрсетсе де көрерменге байланысты. Нарықтың заманы. Көп көретін жаққа қарай ығысуға тура келеді. Сондықтан басым қазақ тілі болғандықтан ол процесс тоқтамайтын процесс, сосын өсе береді ертең. Алға жылжыған сайын қазақ тілінің қажеттілігі өсе береді. Енді басқа мәселе бар. Ресеймен байланысты
жылдан жылға алыстап бара жатыр ғой, біз дейтін Европаға қарай бағыт ұстап жатырмыз. Ағылшын тілінің үлесі өсіп келе жатыр. Бұрынғыдай Ресейдің білімі де актуалды болмай қалды қазір. Ол жаққа барып оқығысы келетін кісі де ондай көп емес. Нарықта бәрін қажеттілік шешеді ғой. Қажеттілігі жоқ нәрсе қала береді, қажеттілігі нәрсе өседі. Значит, қажеттілік өсіп жатқан болды ғой. Содан көре мен қажеттілік өсіп жатыр деп ойлаймын. Жалпы мысалға жаңа өзіңіз айтып отырсыз, 89 жылдан бастап халықтың саны, қазақ халқының санының Қазақстандағы үлесі 40%, қазір 81% дедіңіз да? Қазір бізде 70%, республика бойынша. Біздің облыста 81%. Аха, біздің облыста 81%. Біздер әлі күнге дейін біздің облыс орыс тілді болып есептеледі ма? Ресейге жақын ғой енді. Сосын қала ғой, әлі орыс тілді болып есептеледі. Бірақ бізде таза 100% қазақ тілді аудандар бар ғой. Біз енді урбанизация процесі әлі жүріп жатқан процесс қой. Қалада орыс тілінің белгілері бар ғой, бұрынғыдай емес, бірақ енді сен ол кезде біздің студент кезімізбен салыстырсаң, қала мүлдем өзгерді. Біздің студент кезімізде жазда студенттер каникулға кетіп қалған кезде қалада почти қазақ қалмайтын еді ғой. Қала почти толық орыс болатын еді. Қазақша мектепте болған жоқ 90-шы жылға дейін Оралда. Сіз дейтін Қазақстан тарихы пәнінен қанша уақыт бойы сабақ бересіз уже? 30 жыл болды. 30 жыл болды, сізде, то есть қазір салыстыра аласыз жалпы мына Қазақстан тарихы пәні соңғы 10 жылда қалай өзгерді? Вообще сапасы тұрғысынан, мүмкін мазмұны тұрғысынан шығар. Бізді де кезінде ент дайындадыңыз ғой. Жалпы өзгеріс көп ол жерде. Сосын алғашқы кездегі айтсақшы, тәуелсіздіктен кейін кезеңде оқытатын материал аз болды. Сосын оқытатын материалдың бәрі КСРО-ның көзқарасы тұрғысынан жазылған болды. Шеңберден шығып кету қиын болды. Сосын сабақ беретін мұғалімдердің көбі ана КСРО-да тәрбиеленген, соған етінен өтіп сүйегіне жеткен КСРО-ның тәрбиесіндегі адамдар ғой. Орыс ұлы халық, қазақ орыстың арқасында адам болды деген сияқты нәрселер, алашқа қатысты мәселелер, аштыққа қатысты мәселелер, көп мәселелерге ана тарих мұғалімінің өзінің де танымы жетіңкіремейтін мұғалімдер көп болды. Үлкен жолдан өттік қой. Кішкентай кітаптардан басталды. Себебі материал жоқ болды. Қазір ойлаймын, материал жоқ болғандықтан да сондай болған бар. Қазіргі кезде үлкен, енді кемшіліктер бәрі әлі көп қой, бірақ салыстыратын болсақ, бұрынғы кезге қарағанда Қазақстан тарихын оқытуда үлкен жетістіктерге жеттік. Барлығы ретке келді, бүткіл бағыттар анықталды, кезеңдердің бәрі айқын, оқытатын нәрсенің бәрі айқын. Жетіспейді. Сосын қазір ресурс көп қой. Оқулық ресурстардың біреуі болып қалды, егер ол жақсы мұғалім болса. Ана ішінде просто тақырып тұрса болды. Ішіндегі нәрсені сен өзіңше түсіндіре аласың. Бала да оны өзінше түсіндіре алады, түсіне алмаған жерін қарай алады. Просто баланы жетектесең болды, бағыттап жіберсең. Көретін нәрсесін, қарайтын нәрсесін. Мысалы, сен ана кітаптағы автормен бірдей оқыту міндетті емес қой. Кітаптағы автордағы. Главный, қазір мен солай бағдарлама дұрыс тұрса болды. Ана оқулық дұрыс жазылмаса да, сен оны басқаша оқыта аласың. Сен өз қолыңда ғой. Сондықтан үлкен жетістіктерге жеттік деп ойлаймын. Үлкен нәтижелерге. Көп нәрсені жолға қойдық. Мысалы, мен осыдан 10 жыл бұрын алашқа қатысты академияда, гуманитарлық академияда алаштану деген үйірме болды. Солар алашқа қатысты үлкен жиындар ұйымдастыратын, ылғи мені шақыратын еді. Анда Бақтылы Сансыбайқызы екеуміз алашқа қызығушылығымыз көп болды. Барған сайын мен мектепте алашты оқытпайды, мектепте алашта тақырып жоқ, мектептің тақырыбында кеңес үкіметінің орнына арналған бір тақырып бар, қазан төңкерісінде бір тақырып бар, алашқа тақырып жоқ деп айта беретін. Қазір 8-шы класстың кітабында алашқа тарау бар. Кеңес үкіметінің орнауы ақпан төңкерісінің ішінде бір бөлім болып қалды тек қана. Оның өзі үлкен өзгеріс. Қанша уақыт керек болды, мысалға жаңағы кеңес үкіметінен алынған әдебиетті ауыстырып, кәдімгі тәуелсіз Қазақстан кезіндегі жасалған материалдармен балаларды оқыту? Тек 2004-те бір жақсы өзгерді кітаптар. Сосын жаңа буын оқулықтарына келгенде үлкен өзгеріс болды ғой енді. Жалпы соңғы 20 жылда бірқатар түзеліп қалды. Бірталай шама келді. Ол жаңа тағы да айтамын, неге байланысты? Мұғалімге байланысты негізі. Мұғалімнің өзінің ынтасы болса, енді әлі түзелу үстінде ғой. Әлі ақ таңдаптары дұрыс, проблемалар шешілмеген, әлі оқытылуы қажетті, өзгерісті қажет ететін жерлер бар. Оқулықтарда бір проблемалар бар. Енді мынадай бір қызық нәрсе бар. Бізде кейде білім министрлігі сол 10-шы класстың Қазақстан тарихы деген кітап бар. Кітаптың авторы Жандосова деген кісі. Қазақ ол кісі. Бұл кісі бірақ Ресейде тұрады.
ресейдің азаматы, бірақ азаматша ол. Біздің 10-шы ғасырдың қазақстан тарихын жазып тұр ғой. Ол жіберуге болмайтын нәрселер. Қанша дегенмен ол Ресейде тұрды, Ресейдің азаматы, тарихты Ресейдің көзқарасымен қарайды ғой. Түсіндің ба? Біздің министрлік сондай нәрсеге дұрыстап қарау керек. Ана кітап, аударма кітап болғанда да, мысалы бізде кейбір кітаптарды Ресейден аударып, биологияны бірдеңені. Соның өзінде де негізі аудару керек болса, Ресейден аудармау керек қой. Европада кітаптарды аударсайшы. Ресейде бәрі қанша дегенмен ол империалистік мемлекет, шовинистік мемлекет қой. Онда басқаша көзқарас бар. Ана Қазақстан тарихына мүлдем басқа елдің кісілерін жолатуға болмайды. Қазақ тарихтарды жазу керек қой. Сосын тағы да бір істелінбей жүрген нәрсе бар оқулыққа қатысты. Оқулық жазғанда оқулықты жазуға мұғалімдерді қатыстыру керек қой. Бізде оқулықтарды ылғи ғалымдар жазады. Әл-Фарабидің мұғалімдері, Енудың мұғалімдері, олар өмір бойы студентке сабақ берген адамдар ғой. Студент басқа ғой, оқушы басқа. Қабылдау. Олар сосын ана жазғанда да тілдерді, ана өздерінің монографияларындағылардың үзінділерін тығып жібереді. Оқушы жеңіл түсінетіндей нәрсе болу керек қой. Оқушы тез қабылдайтын нәрселерді қою керек қой. Вот өзгеше болады енді сол кезде. Кітап шығаруда, значит, біз кемшілікте жүрміз. Кітап шығаруға ғалым бола берсін, бір ғалым, бір мұғалім хотя. Сонда үлкен нәрсе болады. Баланы мектепте істеген практик мұғалімнен артық ешкім білмейді. Жалпы бұл бағытқа қарай өзгерістер бар ма қазір? Бізде кітап шығаратындарды кім таңдайтынын білмейміз ғой енді. Ол жақта үлкен бизнес қой еді ол жатқан. Баспаға да, шығарушыларға да, тендерде олар ол жақта. Қалай ұйымдастыратынын білмеймін. Бізде ешқашан кітап шығаруға шақырып көрген жоқ. Бірақ не айтуға, пікір айтуға, қазіргі бір Аймағамбеттің кезінде бір жақсы нәрсе, кітап шықпастан бұрын оны өгізін шығарып қойып пікір айтқызып жүрді. Мен үнемі қалмай қарап, міндетті түрде жазатын едім. Өзгереді ғой. Айта берсең айта беру, келесі шыққанда өзгереді, бір уақытта өзгереді. Айта беру керек қой. Мәселе тоқтамау керек. Тоқтамай жаза беру керек. Біз не шеше аламыз деген нәрсе емес негізі. Көп адам айтса ол өзгереді, шешіледі. Ал мысалы қазақ тілінің мәселесіне қайтадан оралатын болсақ та, қазіргі кездегі қазақ жастарының арасында қазақ тілінің дамуына сіздің ойыңша не үлесін көп тигізіп жатыр? Өнер ма, немесе жаңағы үкіметтің жасалып жатқан жұмысы ма? Неге өнерді алып тұрған себебім, өйткені қазіргі кезде мына жастардың арасында өте көп жаңағы қазақ тілді шығармашылық топтар бар да. Солар өлең жазады, жаңағы мысалы Алматыны алатын болсақ, Өзен сияқты үлкен лейблдар бар. Олар дейтін қазақша әдемі әуендер шығарады да, солар дейтін жастар арқылы популяризировать етеді ғой. Енді деген мысалға не жағынан алатын болсақ, биліктің жұмысы, үкіметтің жұмысы жағынан алатын болсақ, олар дейтін белгілі бір бағдарламалар дайындайтын шығар, бірақ практика жүзінде керемет жетістіктерге өнер жағынан жетеді. Сіздің ойыңыз қалай бұл жайында? Негізі тілдің дамытуында қазір өнер үлкен рөл атқарып тұрған сияқты. Негізі үкіметтің істе көп қой. Үлкен бағдарлама ғой. Көрінбейді, біртіндеп барып нәтиже беруі мүмкін. Мысалы, бір ғана нәрсе, балапан деген бағдарлама болды ғой. Алғаш балапан бағдарлама енгізілген кезде ол кезде YouTube, интернетке оңай доступ деген нәрсе жоқ қой. Бара алмайды. Баланың басқа көретін нәрсе жоқ. Мысалы, ол кезде балдардың бәрі балапан көрді. Әкелер түсінбейтін жақсы сөздерді балдар үйренді, балдар тілін бірталай жақсартты балапан. Значит, біздің үкімет тоқтап қалды. Балапан сияқты контенттарды енді интернетке әкелу керек, ютубқа ма, сондай нәрселерге. Осыдан тек бір жыл бұрын ба, былтыр Қырғызстанда бір мәселе қозғалды. Қырғызстан парламентінің депутаты сөйлеп тұрып бүйтіп тұр ғой. Біз балапан телеарнасының таратылуын Қырғызстанда тоқтатуымыз керек. Балам кілең қазақша сөйлейтін болып кетті осы күні деп. Дұрыс па? Біздің кішкентай балалар орысша сөйлеп жүрсе, ютуб қарап жүр ғой. Мен үлкен қызым мүлдем орысша білмей өсті, осында оқыса да. Тек қана балапан қарайтын еді. Даже тәлікте болған жоқ бізде. Ана кіші қыз орысша біледі, ол ютуб қарайды. Яғни мемлекет бағдарламаларын өзгерту керек кішкене. Мультфильм көбірек жасау, ютубта көбірек сондай контенттерді салу, сосын тағы бір нәрсе ескермей жүр біздің билік дейтін. Неге киноға қатысты нәрсе. Міндетті түрде қазақша беруді міндеттеу керек қой. Бір жыл қиын болар, 6 ай қиын болсын, 7 ай қиын болсын, таба алмасын. Сұраныс болады. Сұраныс болса, нарықтың заңдылығы ұсыныс болады. Бүткіл киноны қазақша қоюға міндеттесе, басқа тілде субтитрмен болатын болса, бір ай көрмес, киноға бармас, жұрттар қызығып жатса, біреулер намыстанып бармас, мен қазақша көрмеймін деп айтпас. Бір жылдан кейін бәрі қазақша көретін болады соны. 10 жылдан кейін
бұрынғы кезде сол баяғыда біздің жас кезімізде кинолар орысша болатын еді деп айтып жүретін еді, қазір ондай жоқ қой деп айтып жүретін болады. Үкімет көп нәрсені ескермейді негізі, дальновидность жоқ сияқты біздің үкіметте. сосын бізде орыс тілін алшақтатудың тағы бір жолы бар, орыс тілінен латын алфавитіне көшу ғой. Баяғыда уақыты болды. бірақ ол қазір жасалып жатқан мәселе емес. Ол кейінге қалдырып жатыр ғой, біздің күнде саяси жігерісі жоқ сияқты. Мысалы ол жоспар бойынша біз былтыр дайындық классқа барғандар латынмен оқу керек болды. Басталған жоқ. 25-те көшу керек болды, ондай әңгіме айтып жатқан жоқ. Значит, тағы кейінге қалдырылады деген сөз ғой. Ол қайда 2010 жылдардан бері кейінге қалдырып кеткен нәрсе ғой. Мемлекетті өзгертетін мектеп қой. Мектеп қазақша сөйлесе, мысалы бір жылдары әнұран, мұражай деген сөздер енгізілді, білесің бе? Балдар ылғи да әнұран деп айтады, мұражай деп атайды, олар оның гимн екенін, музей екенін ұмыта бастады. Біздің биліктегілер орысша сөйлейді, олар өздері қазақша сөйлемейді. Сол мәдениет министрлігі алдыңғы жылы бәрі оны ауыстырғанмен ешкім айтпайды деп әнұранды қайтадан гимнге, мұражайды қайтадан музейге ауыстырғызды ғой. Өздері сөйлемеген. Өзгеріп келе жатыр негізі. Мектеп дейді мемлекетті өзгертеді. Мектеп, мысалы Қазақстанда барлық мектептер қазақша болсыншы, сосын киноның бәрі қазақша болатын болсыншы, бір 15 жыл ғой бізде. 15 жылдан кейін Қазақстан мүлдем өзгереді. Алфавит өзгерсе мүлдем, онда 15 жылдан кейін біздің жастар дейтін орысшаны оқи алмайтын болады, түсінбейтін болады, көре алмайтын болады. Бірақ қазіргі кездің өзінде мысалы бізде уже қазақ тілді кинода жақсы шығып жатыр. Иә, жақсы шығып жатыр. Комедия жанрында үкімет жағынан қолдау керек қой. Нақты көбірек беру керек қой. Сосын өнерге қатысты негізі соңғы кезде біздің қазақ тілдің осылай көп таралуына үлкен рөл атты. Ең бірінші бастаған Найтойондар ғой. Найтойон өзгертті сол. Жаңа да бір айтып кетті ғой, сосын біз қазір жастардың бәрі қазақша тыңдайтын болып кетті. Не ағылшынша тыңдайды, не қазақша тыңдайды ғой. Енді Димаштың да үлкен әсері болды, бірақ Найтойонның әсері үлкенірек болған сияқты. Себебі қазіргі заманда танымал музыка ғой. Енді қанша ана жұрттар әңгіме айтады, өйткен бүйткен, ар заманның салты басқа ғой, тер қара басқа. 91 андай бір шоковый контентпен көңіл аударылған сияқты да. Өздеріне қаратты еще қазақша. Қазіргі мысалы қазіргі жас әншілердің бәрі қазақша айтады ғой. Және бәрі жастардың бәрі соны тыңдайды ғой. Тыңдасаң біз түсінбейміз не айтып жатқанын. Мысалы кейбір әншілерді қарап көрсеңіз, кейбір әншілер баяғыдан сахнада келе жатқан әншілер қарап көрсеңіз, бір 15 жыл бұрын тап сол ютубтан тауып алуға болады. Олар дейтін өзінің әндерін орысша айтып жүрді мысалға. Иә. Айқындарды да айтып көрсеңіз да мысалға. Әлішер Каримовтарды айтатын болсаң, суперстардан шыққан нелер ғой, жұлдыздар ғой. Қажеттілікке байланысты ғой. Иә, сұранысқа байланысты да. Ал мысалға жаңа сіз субтитр жөнінде айтып отырсыз, қазақ тілі субтитрлар бізде қазір жүріп жатыр ғой да. Менде осыған байланысты екінші сұрақ туып тұр. Европада алатын болсақ да, Европада деген шетелдік киноларды әрдайым дейтін оригиналды көрсетеді ғой, астына субтитрларын жазып қояды да. Ал бізде мысалға жаңағыдай бірінші орысшаға аударады, орысшадан қазақша субтитрлармен аударады да, солай жасайды. Біз оған негізі баруымыз керек. Болашақта киноларды ағылшынша қойып субтитр қоюға болады. Қазір де уже болады. Ағылшын тілін үйретуге көп көмек қылды. Бір жағынан. Негізі көп тіл білсең, көп білесің ғой. Бір тіл білсең, жаңа өзіңе жаңа бір ұлт, жаңа мәдениет ашасың. Бірақ бізде қазір ол дейтін мәселе емес қой. Бізде деколонизация жүргізетін уақыт қой. Сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, өзге тілдің мәселелері жөнінде. Қате айтсам жүресіз, бізде қазір мынандай не жүреді ғой, сөз мақал ма немесе жаңағы өз ана тілін білмейтін адам басқа тілде сөйлейтін мемлекеттің мүддесіне қызмет етеді деген сияқты бір баяғыда айтатын едік қой, есіңізде ма? Жалпы ол қаншалықты рас, неге десеңіз, енді көп айтамыз ғой біздер, мысалы орысша сөйлейсің, қазақша сөйлейсің деген сияқты. Мысалы орысша сөйлесең, сен қазақтың мүддесін ойламайсың немесе басқа ол ондай проблема тек біздің мемлекетте емес қой. Сосын мен өзіме мынандай сұрақ қойдым. Ал ақш-та деген бұл андай эмигранттардың мемлекеті ғой, толып келген. Патриотизм жөніне келгенде барлығы дейтін әрдайым бір жұмылған жұдырықтай үлкен күш болатын халық қой. Сонда дейтін жаңағы ол дейтін мысалы бір ирландец болсын, бір неміс болсын да, бір орыс болсын, украин болсын, барлығы бір мемлекетте жүріп, бір елдің мүддесі үшін қызмет жасайды. Сонда біздің жағдайда ол басқаша жұмыс істей ма? Значит, біздікі соны жұмылдыра алмай тұрған болып тұр ғой. Мысалы, Қазақстанда 100 ұлт бар деп айтып жүрміз ғой. Сол 100 жоқ болар да. Қанша ұлт болса да. Көп ұлтты дейміз ғой. Көп ұлтты. Қазақстан мемлекет. Қазақстан мемлекет тілі қазақ тілі. Негізі мемлекет құраушы халық, ұлт қазақтар. Мемлекет идеологиясы сол бағытта істелу керек қой.
бәрін сол қазақ ұлтының айналасына жұмылдыру керек қой. Бәрі Қазақстанда тұратын барлық халық, мысалы Түркияда тұратын барлық халықтар өздерін түрік сияқты сезінеді ғой. Сол сияқты Қазақстанда барлық тұратын халық өзін қазақ ретінде сезіну керек қой. Патриоттық дейтін нәрсені. Мысалы ана кешегі видеоны көрдің бе? Парламенттегі әнұран айтып жатқанда, орнынан тұрмай жатқанда. иә Енді жұмыс істеп жатырық деп айтып жатыр ғой. Жұмыс істеп жатырық дегенде де ана жерде жұрттың бәрі тұрып тұр ғой. Отырған екеуі. Енді орыс болмас шығарсын, біреуі неміс деді ма, кім болса болсын. Басқа ұлт енді айтып. Жұмыс істеп жатқан бар, неше түрлі, бірақ сыртынан қарап, мен сыртынан қарап тұрғанда ол мемлекетті менсінбеу сияқты ғой. ол дейтін біздің мемлекеттің журналистері болды иә біздің мемлекеттің журналистері ғой, Қазақстан азаматтары, Қазақстанда туғандар. Значит бізде кемшілік бар деген сөз ғой. Сосын мана тілге қатысты мен сол нәрсені дұрыс деп есептеймін. Негізі кім қай тілде сөйлесе сол тілге қызмет етеді. Сол мысалы Бартль деген орыс ғалымы деп біз осы күнге дейін айтып жүреміз ғой. Бартль орыс емес болса да. Бірақ ол Ресейде жұмыс істеді. Ресейдің мысалы орыс ғалымы Миллердің мына Абылай хан туралы айтқандар деп айтамыз. Миллер деген неміс қой. Бірақ біз оны орыс ғалымы Миллер деп айтамыз. Себебі ол Ресейде тұрды. Ресейде ана Сібір тарихы деген кітап жазды. Ресейдің тарихшысы болып есептеледі. Мәселе мында да ғой. Ол басқа тілді білме деген нәрсе емес қой. Сен французша сөйлейсің, ағылшынша, орысша сөйлейсің, барлық тілді меңгере бер, бірақ осы елде тұратын адам бірінші осы елдің тілін білу керек қой. Қазақ өзінен өзі. Өз ана тіліңді біл де, содан кейін әрмен қарай 100 тілін меңгересің бе, өзің еркін ғой. Мысалы сен қазақ болсаң, тек қана орысша сөйлейтін болсаң, қазақ тілін білмейтін болсаң, қазақ тілін үйренуге мүмкіндігің бар ғой. Мен айналам орыс болды, мен әкешем орысша сөйлейтін, ол қырғыз тілі ғой. Значит, үйренгің келмейді деген сөз ғой. Мысалы Қазақстанда тұрып, сен мысалы ағылшынша білесің ғой. Значит, ол қазақша да үйрене алады деген сөз ғой. Просто үйренгісі келмейді деген сөз. Білмеймін, категорически айтып жатқан ба, өзіміз басқа тіл білмейтін болғасын. Бірақ өзің ана тілің жақсы, ата-анаң саған дұрыс тәрбиелемей алды, балабақшада сені орысшаға берді. Сен орысша сөйлейтін болсаң, ағылшынша сөйлейтін болсаң, значит, қазақша да үйрене аласың деген сөз ғой. Өзіңе адамның өзіне байланысты ғой. Тіл үйренген жақсы, мен ол тіл үйренгенді жақсы көремін. Бағанағы айттым, бір тілді үйренсең, басқа бір тілді, өзіңе жаңа бір мәдениет ашасың. Бірақ оның бәрі біріншіде ұлттық тілің тұру керек те, ананың бәрі сонан кейін нәрселер ғой. Мысалы сен тек қана бір тіл білетін болсаң, орысша білетін болсаң, бүткіл қызметіңді орысша жасайтын болсаң, онда сен орыс мәдениетіне қызмет етесің деген сөз ғой. Мысалы Олжас Сүлеймен өмір бойы орысша жазды ма, значит, мысалы Францияда ағылшынша жазатын француз ақынды жүретін жоқ деп ойлаймын. Ағылшынша жаздың ба, онда сен ағылшыншының ақынысың. Французша жаздың ба, француздың ақынысың. Қазақша жаздың ба, қазақтың ақынысың. Солай ғой. Олжас Сүлейменов өзінің шығармаларын орысша жазудың арқасында қазақтарды таныстырған жоқ па? Орыстарды таныстырып, просто Олжас Сүлейменов қазақша да жазса ештеңе етпейді. Мысалы Бауыржан Момышұлы ешкім ештеңе етпейді ғой. Бауыржан Момышұлы орысша да жазды, қазақша да жазды. Ұшқан жан жазды, За нами Москва деп жазды. Орысша да сөйледі, қазақша да сөйледі. Бірін-біріне араластырған жоқ. Марина Павловна сияқты. Марина Павловна қазақша сөйлесе, тек қана қазақша сөйлейді, мүлдем орысшасын араластырмайды. Орысша сөйлесе, таза орысша сөйлейді. Жақсы. Ал жаңағы кімдерше өзіңіз айтып өткен Миллер мен Бартльдарды алатын болсақ, оларды жаңа неміс деп атап кеттіңіз, бірақ олар Ресейде тұрғанымен жаңа Ресейдің үкіметіне қызмет жасап, сол арқылы танылған жоқ па дейді. Ресейдің тарихшылары деп айтады олар. Бірақ олар басқа ұлттың өкілдері бола тұра, сол елдің дамуына үлесін қосып тұр ғой. Ресейдің дамуына үлесін қосып тұр. Ресейдің тарихшылары деп аталып тұр ғой. Значит, қай тілде қызмет етсең, қай тілде жұмыс істесең, сол тілге, сол елге қызмет ететін болды. Ол жағынан енді қазір мықтысы Америка ғой. Американдық арман дейтін бар. Америкада жарнамада, патриоттық тәрбиеде бәрі қатты жүреді ғой. Мысалы америкалықша ойлау, мысалы Америкаға барып тұрып, сонда сіңіп кеткен адам американдыққа айналады ғой. Мақтанышпен айтады ғой, американдық екен. Бізде де сондай қоғам орнатуымыз керек қой. Қазақстанда орыста, немісте, қырғызда, өзбекте, қазақстандық дегенде мақтану керек қой. Мен осындай үлкен ұлы мемлекетте тұрамын. Жалпы ондай жаңағыдай патриоттық мәдениет тек қана ақш-та емес, соның қасында көршілес жатқан Канадада да бар. Канадаға мысалы кезінде ана миграциялық саясатын дейтін дамытқан уақытта Қытайдан көп келген ғой, мигранттар көп келген уақытта олар деген не жасаған, жабылып қалмаған, жаңағы Қытайдың несінен нашествиесінен қорқып қалдық деген сияқты, наоборот ашылғанда, бірақ түсінгенде, егер болашаққа қарай жұмыс істесек,
бір екі ұрпақтан кейін ауысып кетеді де олар канадалық болып кетеді деген сияқты. Және қазіргі кездегі мысалға сол жаңағы 100 жыл бұрын көшіп келген нелердің ұрпақтары, мигранттардың Қытай ұрпақтары, олар өздерін канадалықпын деп есептейді толықтай. Бізде кемшілік сол ғой, біз басқа ұлттарды өзімізге сіңірмей тұрмыз ғой, араластыруымыз керекпіз ғой. Мысалы Өзбекстандағылар да солай ғой, өзбек болған, Түркияда да сол. Яғни біз басқаларды итермеуіміз керекпіз ғой, өзімізге қарай тартуымыз керекпіз. Ол үшін мемлекет қазақ ұлтына басымдық беру керек қой негізі. Басқалардың осы жатқа сіңбесе қоғамға өмір сүру мүмкін емес екендігін көрсету керек қой басқаларға. Қазақ қоғамына, қазақ еліне, жеріне сіңу керек қой басқаларға. Егер болашағын осы жермен байланыстыратын болса, бұл көшіп барған қытайлар болашағын Канадамен байланыстырды. Ұрпағымыз сонда тұрады деп ойлады. Сонда сіңбесе болмайтын түсінді, сосын барып сонда барып сіңді. Біз де басқаларды сіңіруіміз керек өзі. Титульный нация болғымыз келсе, үлкен ұлт болғымыз келсе, әлемдік ұлттардың бәрін қарасын, әлемдік ұлттар таза ұлт, ол бәрі сіңіргендер ғой өзіне. Біз жан-жағымыздағылардың бәрін сіңіруіміз керек. Бізге шұрып келіп жатыр ғой, өзбектер, қырғыздар, қарақалпақтар, соның бәрін қазақ жасауымыз керек қой. Бізде бір жаман әдет бар, жақындатпа, ол қырғыз ғой, ол өзбек қой. Тағы бір бізде жақсы, ұру деген жақсы нәрсе ғой, бірақ ұруды соларды сіңдірмейді негізі көп. Мысалы өзбек кетіп мына жерге мен қазақпын деп айта бастаса, руың кім деп сұрайды ғой. Сөйтіп тоқтап қалады дейсіз. Бір жағынан енді заман өзгерді ғой, біз санымыз да көбейеді егер олар өзімізге сіңірсе. Бірақ жалпы мысалға оларды қазақ етпегеннің өзінде де мемлекеттің тұрғысында қазақстандық болып. Жоқ, соны айтып тұрмын, таза қазақ болмайды ғой, бірақ болашағын қазақ ұлтымен және Қазақстан елімен байланыстыру керек қой. Бірақ ол несі тұңғиықта жатқан жері, экономикалық бар мәселелерді. Ал басқа тақырыпқа сразу көшіп көрейікші, қаңтар оқиғасы жайында. Қаңтар оқиғасы өткеніне бізде 1 жылдан астам уақыт өтті да. Сол 1 жылдан астам уақыттың арасында бір өзгерістер болды ма оқиғадан кейін? Қалай ойлайсыз, сіздің жеке пікіріңіз тарихшы ретінде осыны? Негізі мемлекеттегі үлкен оқиғалар, қаңтар оқиғасы сияқтылар, бір күндік нәрседен база пайда болмайды ғой. Оған тамыры бар, әр жағына тамырланған, толған себептері бар. Себептерден жиналып келіп, мысалы кезінде кеңес үкіметі заманында қазақ ұлты қысым көрді. Қазақ жерінде экологиялық проблемалар болды. Қазақ жерінде атом жарылды. Қазақтар қалаларға келе алмады. Қазақ мектептері жабылды. Қазақ мәдениеті қысым көрді. Қазақ тілі қысым көрді. Сол проблемалардың бәрі жиналып келіп, Қонаевтың орнынан алынып Колбин сайлануымен түрткі болып оқиға болды. Революциялық көтеріліс болып 86-та шықты. Мынау нәрсе де сол ғой. Назарбаев билеп тұр. Негізі кез келген жерде де билікте бір адамның отырып алуы, жаққа отыруы, ол сондай нәрсеге алып келеді. Назарбаевтың билікке келуі, оның жақындарын, туыстарын, отбасын, кланын, биліктің бүткіл жайлап алуы, Қазақстанның бүткіл билігін таран-таражға салуы, ойларына келуін істеуі, заңсыздықтарға алып баруы, мемлекет басқаруда халықтың мемлекет басқаруға жақындай алмай қалуы, ана жоғары биліктегі адамдардың арасымен халықтың арасында байланыс болмай қалуы, біреулердің тым байып кетуі, біреулердің күн көре алмай қалуы, себептердің бәрі жиналып келді де, газдың бағасы просто түрткі ғой. Үлкен оқиғалар басталды. Үлкен қуанышпен қарадым, мен негізі үлкен өзгеріс, енді бір өзгеріс болатыны білініп жүрді ғой. Бір өзгеріс келе жатқан қалай болатыны. Негізі революция дейтін, революция керек деп айтады ғой жұрттың бәрі. Айқайлауға болмай ғой. Революция жақсы нәрсе емес негізі. Революциядан мемлекеттің қалай шығатыны белгісіз ғой. Мемлекет сол революциядан күшейіп кетуі де мүмкін. Мемлекет сол революциядан құлауы да мүмкін. Сол революциядан азамат соғысы да болуы мүмкін. Қазіргі Израильда бірдеңе болып жатыр ғой сондай. Сирияда президент пен оппозицияның арасында күрестен барды да, басқа мемлекеттер арасында соғысқа айналды ғой. Негізі биліктің эволюциялық жолмен ауысқаны дұрыс қой. Бірақ біздің билік басқа жол қалдырған жоқ қой. Мысалы қарсыластардың бәрін басып жаншыды, жойды, қырды, шетелге қашты, түрмеде отырды. Биліктің эволюциялық ауысуымен қоғамның эволюциялық ауысуына жолына мүмкіндік берген жұрттың бәрі бір тек спичке керек болып тұрған көрініп тұрды ғой. Ана Жаңаөзенде басталып еді, Маңғыстауда бүткіл Қазақстан бір күн ішінде лап етті түгел. Негізі бәрінде общий бір ұран болды, негізі Шалкет деген ұран болды. Үлкен өзгерістердің сәтінде тұрды еді. Мен алаңда да тұрдым, сол күні ана жатты алаңда. Тек өзгерістердің қалай болатыны белгісіз болды. Ана
Алматыдағы қиратулар басталған кезде де қандай бағытта түсіп кетеді, қандай болады, кім араласады сырттан, қандай жағдай болып кетеді. Енді назарбаев билігі жаман, олигархтар билеп алды дегенмен де тәуелсіздік бәрінен қымбат қой. Құрсын тәуелсіздіктен айырылып қаласың десе, құрсын Назарбаев билей берсін шоғанда деп айтасың ғой. Қиын жағдай болды енді негізі. Сосын қиын жағдайдан дұрыс шықпадық деп ойлаймын. Бана желтоқсан оқиғасын айттық қой. Желтоқсан оқиғасында бүткіл жастар көшеге шықты, өзінің талаптарын қойды. Үкімет оны қарсылық деп есептеді, алаңға әскер әкелді. Алаңдағылардың бәрін қуып жан жаққа таратты. Бірақ кеңес үкіметінің өзі атуға бұйрық бермеді. 86 желтоқсанда алаңды ешкім татқан жоқ қой. Сапер-күрек пайдаланған болар, дубинка пайдаланған болар, ит пайдаланған болар, бірақ мылтық пайдаланған жоқ. Біздің билік дейтін барды да огонь на поражение атуға бұйрық берді. Негізі жақсы нәрсе емес енді. Тоқаевтың атына ертең қалатын. Ертең тарихта айтылған кезде де, барлық кезде де оның билік кезеңде ол осындай бұйрық берді деген, қолын қанға малды деген нәрселер қайта шыға береді. Жалпы осы өз халқына қарсы оқ ату. қаңтар оқиғасынан кейін Қазақстанда бір сөз бостандығы пайда болды деген тұжырымға келуге бола ма? Ана жерде негізі белгісіз нәрселер көп болды. Алматыда оқиғалардың ішінде белгісіз нәрсесі көп айдан болашақта ашылады ғой. Кім кіммен күресті, оған Ресей қалай араласты, кім билікке ұмтылды, кім тоқтағы сүйеді, Қайрат Сатыбалдылардың рөлі қандай, Масимовтың рөлі қандай болды, Тоқаев кімге арқай сүйеді, Назарбаев қандай нәрсе істеді, оның бәрі бар. 5-10 жыл ғой, 15 жыл дейікші. Сіз баяғыда айтып едіңіз ғой, 86 жылдың не шындығы әлі ашылған жоқ деп. Әлі ашылған жоқ. Себебі Назарбаев толық биліктен әлі кеткен жоқ қой. Ол содан кейін барып ашылады. Мынау да сол. Себебі оқиғаның кезінде Тоқаев оқ атқызды ғой. Знаешь, оның шындығы көпке дейін ашылмайды. Тоқаев кеткенше точно ашылмайды деген сөз ғой. Сөз бостандығына да қатысты. Енді бізде 90 жылдардан бері какой-то бір сөз бостандығы дейтін нәрсе бар ғой, бірақ шектеулі ғой. Сынауға болатын жерлер бар. Ананы бүйтіп кетті, бүйтіп кетті, облыстың әкемі сөйтіпті, бүйтіпті, ананы ректор сөйтіпті деп. Сосын сынауға болмайтын жер бар. Сынауға болмайтын жерге келген барған кезде уже адам қуғындала бастайды. Толық ашық демократиялық мемлекет құрған жоқпыз әлі. Сайлаудан да анық көрінді кешегі. Демократиялық толық ашық. Негізі ана қаңтар оқиғасынан сабақ алмаған сияқтымыз. Ал жалпы қаңтар оқиғасы өзіңізге жеке қалай әсер етті? Маман ретінде 86 жылғы оқиғалармен салыстыра алатындай тарихшы ретінде? Негізі билікте отырғандардың бәрі де оқыған, білімді адамдар ғой, тарихты білетін кісілер. Просто мектепте отырған тарихшы маған да кетіп батқан бағыттары мынау бір революцияға апарып барды. Мен сендерге сабақ беріп жүрген кезде айтып жүрмін. Біздің билік бір революцияға кетіп бара жатыр. Билікті ауыстырудың жолын қалдырған жоқ. Бір күні күшпен төңкереді деп айтып келаттым. Сол ғой қаңтарда болған. Енді аяғына дейін жетпей қалған сияқты. Сосын қаңтар оқиғасынан кейін сабақ алмаған ғой, әлі бұрынғы жолмен келе жатыр ғой. Аузын жабу, тұншықтыру, өтірік айту, өтірік сайлау өткізу, ол жақсы болмайды негізі. Барып халық қаннан қорықпайды ғой. Халықты қорқытып бастық деп ойлап отыр ғой. Халық қаннан қорықпайды ол. Егер осылай жүре берсе, ол тағы да революцияға алып барып тірейтін жағдай. Негізі кетіп жатқан бағыт дұрыс емес. Мысалы, желтоқсан оқиғаларынан кейін де революция дей ма деп те айтып жүр. Қазір желтоқсан оқиғаларынан кейін де халықтың дейтін басқысы келді ғой. Халықтың көтерген рухын басқысы келді. Ана көтеріліске шыққан жігіттердің бәрін қуғындады. Қайрат Рысқұлбековке жасалған жазада не үшін ғой сол? Қарсылықты басу үшін, қорқыту үшін жасалған. Показательный. Иә. Біздікілердің де ана жаттан кейін қаңтар оқиғаларынан кейін түрмеде түскендердің бәрін ыссы су құйып, өтектеп, ұрып соғып, қорқыту үшін ғой. Көшеге шықсаңдар қандай болады көрсету үшін. Яғни біз ана КСР-ның шекпеннен шыққан мемлекетпіз ғой. Методтары сол бұрынғы методтар. Жаңа әдістерді, ана көшеге шыққан адамдармен сөйлесуді, олармен келісімге келуді білмейді ғой. Қаңтарда барлық облыстарда көшеде тұр. Облыс әкімдерінің көбі халықтың арасына шыққан жоқ. Полицияда ондай жағдайда не істейтінін білмейді, олардың білетін бір әдістері бар, тек қана ұрып соғу. Мемлекетінде білетін бір әдісі бар, КСР-дан қалған әдіс. Мысалы, желтоқсанда да ұрып соқпай-ақ таратуға болатын еді соларды. Пікірлерін тыңдап, іштерінен белсенділерін шығарып, олар тыңдап, желтоқсанның уақыты көп болса, 10 сағат тұрар, 12 сағат тұрар, сутка тұрар. Болды, тарайды ғой.
мында да сондай жағдай сондайға келтірген еді, бірақ біздікілер методтарды әдістерді өзгермеген себебі билікте отырғандардың өздері өзгермегендер ғой. Сол бұрынғы коммунистер, комсомолдар, 30 жыл бойы билікте отырғандар халықтың өзгертетін күш екенін, халықтың үлкен күш екенін ойламайтын, ескермейтін адамдар ғой. Сосын бізге қазір билікке жетудің басқа жолы жоқ қой. Адал болып билікке жету мүмкін емес қой бізде почти. Коррупционер болсаң ғана билікке жетесің ғой. Значит, әркім өзінше ойлайды ғой. Ол солай билікке жеткен адам болса, билікті ұстап тұрудың әдісі де ода сол ғой тек қана. Ал осыған қатысты енді жаңа Қазақстан деген неге тақырыпқа сенесіз ба? Осы неден кейін рухани жаңғыру болды ғой, қаңтарға дейін рухани жаңғыру деген сияқты үлкен тема деген әрдайым жарнамаланып жүрді. Күшті бағдарлама еді ғой. Бірақ содан кейін жаңа Қазақстан пайда болды. Жаңа Қазақстанды біздер деген дамытамыз деген сияқты осы бағдарламаны. Сол көрініп жатыр ма біз? Екінші республика деп те айтып жүр ғой. Негізі көптеген мемлекеттер, мысалы ана Францияда соғыстан кейін парламенттік республика болды, партиялар көп болды, қайта ауысты. Сонан кейін Франция күшті билікке кетті де 4-ші республикадан 5-ші республикаға ауысты ғой. Түркияда неден бастап еді? Сол Наполеоннан басталып еді. Кімде? Республика. Шарль деген республикаларында бірінші республикалар болды баяғыдағы. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін де соғыс біткеннен кейін Франция конституция бойынша парламентте басымдығы болды. Парламенттің басшысы премьер-министр, парламенттік республика болды ғой. Парламентте партиялар көп болды, айқай-шу көп болды. Кейін олар күшті билікке ауысты. Біздің конституция қазір Францияның 5-ші республиканың. Біздікілерде қазір біреулер Қазақстанда екінші республика орнап жатыр деп жатыр ғой. Конституция өзгерістер енгіздік, сайлау жүйесінде өзгерістер енгіздік. Білмеймін, әлі аз сияқты. Барып өзгермесе кейін білмесем, мысалы сайлаудың кезінде де еркін кандидаттардың біреуіне де мүмкіндік берген жоқ. Бұрынғыдай баяғыдай дауыс ұрлау дейтін таза қылмыс қой. Ешкім соттаған жоқ, ешкімді қуғындаған жоқ. Көп қысым көрсетілді. Халықтың көбі билікке сенбейтін көрсетті. Негізі дейтін явка дейтін мүлдем төмен болды. Алматыларда 15% болған бар көп болса. Ана сбростың бюллетендерді қосып кеткендердің арқасында көбейді ғой тек қана. Ал сол қазіргі сайлау науқандарын бұрынғыларға қарағанда өзгерістер бар ма? Ана жариялады өзгерісті. Ол кезде бәрі керемет болды. Ол бір өзгеріске барайын деп жатқан сияқты көрінді. Мысалы бізде партиялық жүйе енгізіліп жіберді ғой. Жеке адамдардың сайлауға бару мүмкіндіктері болмай қалды ғой соңғы жылдары. Өткенде конституция өзгерістен кейін енді жеке адам өзін өзі ұсыну жолымен де парламентке барудың мүмкіндігі туды. Бір жағынан қарасаң. Халыққа еркіндік берген сияқты, халықтың арасындағы адам парламентке бара алатындай мүмкіндік берген сияқты болды. Бірақ сайлауды бұрынғы әдістермен өткізді. Халық қалаған, халық ұсынған, халық осы болса екен деген халық дауыс берген адамдарға билік баяғыдай қосып жазу, карусель ұйымдастыру, тіркемей тастау, сайлауға жібермей тастау, соны бұрынғы барлық әдістердің бәрі қолданып, айналғанда парламенттік нәтижесінде почти түгел аманат қой. Аманат 53% жинады дегенмен, ана 30% бар жеке кандидаттар. Соны почти 70-80% жинап алды ғой. Шынына барғанда аманат 70% шамасына барды парламент. Көпшілікке ие болды, ештеңе өзгермей. Премьер-министр бекітті, ол да баяғыдай аманаттың мүшесі. Тек процентажын азайтып жіберді дейсіз. Партияның процент азайғанымен жеке заттар арқылы бәрі толды. Ал мына сайлау кезіндегі тайталастарды айтамыз ғой, жаңағы дауыс ұрланды дейміз де, тәуелсіз бақылаушылардың нелері, көзқарастары ескерілмейді деген сияқты. Сол жаңағы былықтың бәрін жасап жүргендердің ішінде жаңағы бюджеттің организацияда жұмыс істейтіндер, жаңағы сосын мұғалімдер бар ғой. Қай уақытта біздер дейтін мұғалімнің қадірін сонша түсіріп алдық? Жаңағыдай осындай сайлауларда лас әрекеттер жасайтындай, жаңағы бәленбай видеоларда шықты ғой. Бюллетендерді былай пачкасымен лақтырып жатырған деген сияқты. Қай уақытта біз сондай моменттерді өткізіп алдық көзіміздің алдымызда? Негізі жаңа Қазақстан деді, жаңа өзгеріс деді, сайлау комиссияларын түгелдей жаңадан құру керек еді ғой. Мысалы сайлауға неше партия түсіп жатыр? Аманат, республика, жасылдар болды, халықтар болды, ақ жол болды. Сайлау комиссиясы сол партиялардың мүшелерінен тұру керек қой. Мысалы бізде сайлау комиссиясы дейтін қазір түгел аманат қой отырған. Әрбір комиссияда сол 5 партияның мүшесі болса, ана жерде отырса, сосын сайлау комиссиясындағы адамға ақы төленеді ғой. Сондықтан ана ақысы бар жұмыс істеп жүрген мұғалім сайлау комиссиясын тарту дейтін нәрсе дұрыс емес мүлдем.
дұрыс емес нәрсе ғой. Мұғалімді мүлдем саяси мәселеге араластырмау керек қой. Бұрын ауылдарда мекеме тек қана мектеп болды ғой істейтін. Соған сайлау комиссиялары мектепте тұрды ғой. Соған қалып қойды. Негізі сол нәрсені де өзгерту керек. Мектепте сайлау комиссиясы деген нәрселердің бәрін мектептен шығару керек қой. Ауылда здание бар ғой, таулы. Иә. Клубқа бара ма, медпункттың ішіне қойса да. Бірақ істейтін кісілер солар болады ғой. Істейтін кісілер сол. Сайлау комиссиясын өзгертсе бағанағыдай етіп. Әрбір партия өзіне бір мүшесін сайлау комиссиясына кіргізетін болса, олар бәрі ана жерде тұрып алып аманатқа дауыс бермейді ғой. Өзгеріс болады. Қазір сайлау комиссиясын әкімшілік тағайындап отыр ғой почти. Әкімшілік. Бізде әкімшіліктің бәрі бұрынғыдай аманатқа жұмыс істейді ғой. Бізде вообще сайлауды өткізудің принциптерін бәрін өзгерту керек қой. Комиссиялар бәрін ана бұрынғы комиссия, бұрынғы Қазақстан кетті ме? Бұрынғы комиссия да кетсін. Жаңа Қазақстанға жаңа комиссия тағайындасын. Комиссияның тағайындалуын ішін ашық жүргізсін. Мысалы, сосын мұғалімге де байланысты. Мұғалімнің атына кіріп отыр, анау мынау деп қарап айтып, бізде мұғаліміміз ғой, бәрімізге тигізіп айтып жатыр ғой. Адамның жеке ұстанымына байланысты ғой. Мысалы, мен комиссияда отыра берейін, жақсы. Комиссияға шақырсын, мен өзім де бұрын комиссияда болдым. Бірақ ана бюллетенді апарып қоспаймын десең, сені жекелеп апарып, ешкім сені сүйреп апарған бюллетенді ана салғызбайды ғой. Жеке ұстаным шамалы болып тұр ғой. Мысалы, өткендегі Ақсайдағы оқиғалар төгіп жатқанда бюллетенді бүйтіп қосып жатыр ғой. Егер соны қолмай ертең сотқа беріп соттатамыз десе, сол бюллетенді қосып жатқан мұғалім сотталады ғой. Сен бұйрық берген кісі оған жазбаша бұйрық берген жоқ, қана қосып жіберші деп. Былай айтасың. Иә. Егер шынымен жаңа Қазақстан құрғысы келіп ананың бәрін қорқытқысы келсе, 4-5 жерден соттап жүру керек қой. Комиссия мүшелеріміз. Ана себебі дауыс ұрлау дейтін уже ұрлық қой дейтін. Болашағыңды ұрлау ғой почти. Мен мысалы дауыс бердім, сен дауыс бердің. Аналар келді де бір пачка басқа дауысты қосып жіберді. Заңды бұзып тұр. Заң бойынша алсын да, мысалы, әрбір облыста показательный кезінде біреуді қорқыту үшін показательный соттауға шебер ғой. Соттап жүрсін сайлау комиссиясынан 5-6 кісі. Сосын кім соттау? Значит, өзгертуге деген ниет жоқ болып тұр ғой. Үкіметке ұнап тұрған болып тұр сол кісілер. Бізде жалпы деген өзгертулер жылдам болмаса да жай рет-ретімен келеді ғой. Қиын жолмен немесе мүмкін осыған да бір уақыт керек шығар. Жайлап бір бөлімнен екінші бөлімге көшетіндей мүмкін. Резко өзгерілмейтін шығар, қалай ойлайсыз? Оған оптимистпіз ғой. Өзгереді деп келе жатырмыз енді. Өзгереді деп елуге келдік. Не дейтін еді балаларға? Назарбаев 2030 деп айтады, біз 2030-ды күтіп жүреміз, 50 көреміз. Балдарымызға айтамыз, сендер 2050-ді көресіңдер деп. Олар барады 2050 болады, Тоқаев 2070 шығарады, сосын олар балдарына айтады, жағдай 2070-те түзеледі деп айтады деген. Кезінде коммунизмға да жете алмадық қой, совет үкіметі кезінде. Өзгерістің шетін көріп қалғым келеді ғой. Абай ұқсап бәріміз де қазір өмір бойы алыстық, қажыдық, шаршадық деген не істейміз деп отыратын жағдайға келіп қалған сияқтымыз. Жалпы мысалға мына өзімде енді мамандығым мұғалім ғой. Көп жұмыс істемесем де, бірақ жаңа мұғалімдердің осындай істермен айналысып жатқанын көргенде шыны керек жүрегім ауырады да. Неге десең, мұғалімді мен бір ұлы мамандықтардың бірі ретінде көремін да. Өйткені деген балаға тәрбие беру, балаға білім беру, миын ашып соған деген өзінің жаңағы философиясында адамның көзқарасында өзінің қандай көзқарас болмасын, саяси көзқарас па немесе басқа көзқарас па болмасын, басына үйіп береді ғой, бір үлкен жауапкершілік қой. Қалай біз осындай керемет жаңағы мамандықтан просто біреудің жалтақтап қарап отыратын функционалын орындайтын адамдарды жасап алдық. Мен сол жерден түсінбей қалдым. Өйткені мұғалім деген ұстаз деген үлкен әріппен жазылатын нәрсе былай қарағанда деймін да. Ұстазға да қиындықтар көп келді. Негізі 90-шы жылдарда қиындықтан кейін мұғалімдікке дейтін көлденең адамдар көп келіп қалды ғой. Мұғалімдік мамандық таңдағанда 4-шіде тұратын еді ғой. Анда басқаларға түсе алмай қалсам дейді. Сосын мұғалімдік мамандық ең арзаны болды ғой. Сондықтан ана ақша жетпей грантқа түсе алмай қалғанымызда 3-те оқыған боласың, неге құрсын мұғалімдік оқуға салшы деген оқиғалар болды. Бір жақсы нәрсесі, соңғы кездерде мұғалімдік мамандықтың мәртебесі жыл сайын өсіп кетті. Бірінші жағынан мұғалімдік болу қазір күрделене түсті ғой. Ақпарат технологияларының келуіне байланысты, балалардың басқа жерлерден білім алу, ақпарат алу мүмкіндігінің көбеюіне байланысты мұғалімге деген мұғалім болу күрделене түсті. Екінші жағынан мұғалімнің қаржылық жағдайы да бірталай жақсарды қазіргі кезде. Сосын мұғалімдік оқуға түсудің өзі қиындады қазір. Мысалы 75 балл жинай алмасаң, мұғалімдікке қазір даже платно оқи алмайсың. ОБТ-да өту
балл 50 балл. 51 балл жинасаң басқа мамандықтарға түсе аласың. Мұғалімдікке түсе алмайсың. Мұғалімдікке ақылай оқудың өзі 7-8 балл. Мұғалімдік оқуға түссең, мұғалімдіктің стипендиясы басқа стипендиялардан 2 есе көп қазір. Аларда 25 болса, бұларда 50-51 деген сияқты қазір. Яғни қажеттілікті өсірді, соның арқасында соңғы кезде үлкен өзгеріс бар. Қазір мысалы мектептегі жақсы оқитын оқушылардың көбінің бағыты мұғалімдік. Алтынбекілер де мұғалімдікке баратын болды, мұғалімдікке таласатын болды. Қазір дейтін 100-ге жетпесең мұғалімдік жоқ уже, сөйлемесең деген. Мұғалімдер жалпы частный секторда да, бизнесте да жақсы ақша табады ғой негізі. Мысалға жеке оқу орталықтарында өздерінің нелерімен бөлісе алады ғой, білімдерімен. Қазір кезде уже кейінгі кезде сөйлей бастады. Мысалы бізде қазір кейінгі келген жас мұғалімдердің көбін білім деңгейлері жоғары, көп ізденген, мектепте де жақсы оқығандар. Ал жақсы, мысалға үлкен өзгеріс келатыр. Жалпы мұғалім болуға алдағы уақытта бар да болашағы. Иә. Егер мұғалімдік мамандық таңдайтын болсаң. Жақсы оқитын оқушылар көп барады. Мысалы 10 жыл бұрын басқаша еді, қазір мүлдем басқаша. Ал енді оқушыларға келетін болсақ, да? Мысалға сіз тарихтан бересіз, және де уже бәленбай жыл қанша поколение оқытып келе жатсыз. Қазақстан тарихына деген қазақ жастарының қызығушылығы бар ма жалпы? Өйткені неге бұл сұрақ қойып тұр? Көбі дейтін шетелге кеткіміз келеді дейді. Көбі шетелмен байланыстырады да, өзі шет тілдермен, ағылшынмен байланыстырады мысалы болашақтарын. Сондай жерде тарихты оқыту жағынан конкуренция қалай? Негізі бұл жерде мәселе жеке мұғалімге байланысты негізі. Жеке мұғалімге байланысты деп ойлаймын. Жалпы сағаттың санына да байланысты. Қазір тарих сағаттары көп қысқарды. Енді жай мектептерде қалай екенін білмеймін. Бізде дарынды балаларға арналған мектептерде егер сен физмат таңдаған немесе химиология таңдаған бағытта болсаң, қазір тарих аптасына 1 рет шықтық. Даже орыс тілі 3 рет ойдың орыс тілін. Қазір тарих 1 сағат. Қазір тарихтың сағаты азайды 1. Сосын материал ауқымды да қазір қайттан өзгеретін бір әңгімелер болды. Енді қалай болатынын сен өзің білесің ғой да. Бұрын былай болды. 5-ші класста не оқытылатын болды? Тарихқа кіріспе деген оқытылатын. Просто әңгімелер айтылатын болды. Тарих 6-ші класстан басталатын болды. Қазір олай емес. Қазір тарих 5-ші класстан бастап кетеді. Сақтар, ғұндар, ежелден бәрі. 5-ші класстың басына ауыр ана. 6-ші класста уже қазақ хандығы, түрік қағанаты деген ауыр проблема. Осыдан 2 жыл бұрын не болды? Қазақстан Республикасы тарихшыларының съезі болды. Сол съезде сол мәселені өзгертуге байланысты үлкен ұсыныстар айтылды, және министр оны қабылдады. Енді министр қазір ауысып кетті, қалай болатынын құдай білсін. Былай өзгертейін деп жатыр. 5-ші класста сол өзгеріс жүзеге асатын болса. 5-ші класста тарихтан қысқаша әңгімелер болады. Содан кейін 6-ші класста ежелден оқиды. Сосын орта ғасырды 2-ге бөледі, 7-8-ші класста оқиды. Бұрын дейтін 9-ші класста бітіп қалатын еді тарих. Сосын 10 мен 11-де қайталау болатын еді. Ана қайталаусыз сол үзбей барып 11-ші класста қазіргі заманға дейін барып бітетін етіп. Ыңғайлы, сосын қысқа етіп 1 сағатқа келетін етіп жақсы нәрсе. Солай жүзеге асса, ол жақсы болар еді. Жалпы сосын мұғалімге байланысты. Баланың тарихқа қызығушылығын арту мұғалімге де көп байланысты. Тарихшы мұғалім әр саясаттанушы болу керек, әр әлеуметтанушы болу керек. Тілде жақсы болу керек, жан-жақты болу керек қой. Жалпы жаңағы тарихтың аясында сұрақ қоятын болсам, міне басыма мынандай сұрақ келіп отыр. Кенесарының басы жөнінде. Өмір бойы неге айтылып келе жатқан әңгіме ғой, және ең жоғарғы деңгейде айтылатын әңгіме да. Кенесарының басын Қазақстанға қайтару керек деп айтады. Бірақ оның маңыздылығы неде, ағай? Жалпы ана бір әңгіме бар ғой. Кенесарының басы мен денесін қосса қазақтар бірігеді деген мәселе бос нәрселер ғой. Бірақ басқа бір маңызды нәрсе. Кенесары біздің соңғы ханымыз. Қазақтың тәуелсіздігі үшін күрескен адам. Сол адамның денесінің қайда жерленгені белгісіз. Басының қайда екені белгісіз. Басын бұрын көрген адамдар бар. Просто маңызды нәрсе ғой. Ұлттық құндылық деп айтады ғой. Мысалы тау болса, әкелсе, жерленсе, Кенесары осы жерде жерленген деген басында зират тұрса, ұрпақтары баратын болса, жалпы ол жақсы нәрсе ғой. Сол нәрсе. Бірақ тиянақтап аяна дейін шығаратын біреу керек қой енді. Біреу мықтап қолына алып. Шынымен бар болса, бар, жоқ болса, жоқ еді, нәтижесін шығарып, темасын жабатын нақты болды ғой.
бір жағына шығаратмақ болды. Иә, жылдар бойы Иә, айтылып келе жатқан иә. әңгіме да. Біреулер саяси ұпай жинау үшін айтатын болған, осы күні назар аударту үшін. Мысалы бірдеңе болыватса, Кенесарының басын іздеуге экспедиция шығарып жатырық деген сияқты әңгіме қозғау үшін әлдеқандай етіп жүр. Негізі тапқан, әкелген, жерлеген, басында үлкен күмбезі тұрған дұрыс. Символ ретінде тұрады да. Жалпы Астанаға әкеліп қоятын нәрсе ғой енді. пантеонға жерлеп па? Иә. Пантеонды көрдіңіз ба? Көрген жоқпын, бірақ енді естіген нәрсе. Жалпы кезінде Ақмолаға басып кіріп өртеп жүрді ғой. Қайтып келіп тәуелсіз мемлекеттің астанасында жатса символикалық нәрсе ғой. Арманына жетті деген сияқты. Оны біреу білсе, біреу білмейді дейсіз. Иә. Ал Абылай заманынан бері біздер дейтін әрдайым осы Ресей мен Қытайдың арасында, немесе жаңағы Аю мен Айдаһардың арасында бір баланспен жүрген мемлекет едік қой, біздің территорияның солай орналасқан тарихи. Бұл жалпы қаншалықты жалғасады деп ойлайсыз? Мысалға қазіргі әлемдік саясатқа қарағанда да бізде қайтадан сол замандағыдай бір андай көп векторлы саясатымыз бар ғой. Соны ұстанып андай потом кумульду ходим дейді ғой орысша айтқанда. Сондай нәрсе өмір бойы болады ма біздің мемлекеттің? Бұл біздің тағдырымыз ба мемлекеттік, немесе қалай ойлайсыз? Баланс ұстау екі жақтан. Географиялық жағынан солай орналасқанбыз ғой негізі. Екеуі де үлкен алып империя. Қазір енді Ресейде ондай мықты күшті деп айта алмайсың, бірақ ядролық державалар қазірдің өзінде, бұрынғы заманда да күшті империялар болды. Солай біз оларға қарамай өздігімізден күн көру үшін олардан күшті болуымыз керек қой. Олардан күшті болмасаң амал жоқ, олардың саясатына қарайлауға мәжбүр боласың. Сен қарамасаң да олар сенің өзің дегеніне жүргізуге, мысалы біздің территорияға байланысты Ресейдің де мүддесі бар, Қытайдың да мүддесі бар. Біз ол екеуіне де қарамай біздің өзіміз жолымыз бар деп кете алмаймыз, себебі біз олардан күшті емес болып тұр ғой. Тарихта да солай. Мысалы Абылай хан тәуелсіздік билік құрды дейтсе, ол Ресейдің де билігін мойындады, Қытайдың да билігін мойындады. Себебі ол кезде екеуі де күшті болды. Екі мемлекетті бір-біріне қарсы қою арқылы ортасында тәуелсіз билік құрды. Мысалы әуелі Ресейдің билігін, содан кейін Қытайдың билігін мойындады. Енді Қазақстанның жеріне басып кірейін десе, Қытай мен Ресейдің мүддесі бір-біріне қайшы келетін болды сол кезде. Сол екеуін бір-біріне қарсы қою арқылы тәуелсіз мемлекет құрды дейміз. Мысалы Кенесарының кезінде Кенесарының Ресей үкіметінен нағыз қиналып ана Сарыарқаны тастап кету керек болған кезде, қайда барам деген кезде, Қытаймен осы Ресейге қарсы күресте біріккісі келеді, Қытайға елші береді. Қытай оған өз патшаңызбен достық саясатта болғаныңызды дұрыс есептейміз деп жауап береді, дұрыс деп есептейміз деп. Себебі Қытай ол кезде әлсіз болды. Апин соғыстарының кезі, Қытайдағы көтерілістердің кезі. Қытай бұл оқиғаға әсер ете алмай тұр, көрдіңіз бе? Егер сол оқиғаға Қытай әсер ете алатындай күшті болып Кенесарын қолдаса, Кенесары мемлекетті қайтадан құрып қалуы да мүмкін, құрмаса да күресін әрмен қарай ұзағырақ жалғастыра алуы да мүмкін еді. Яғни біздің саясат баяғыдан бері Қытай мен КСР арасындағы саясатқа байланып тұрған болып тұр ғой. Айтады ғой, тарихты өткенді білетін адам болашақты болжай алады деп. Сол алдағы уақытта қалай болады деп ойлайсыз? Енді қазір кетіп жатқан бағытына қарағанда Ресей әлсірей беретін сияқты ғой. Егер Ресей әлсірей берсе, бос қалған жерді, бос қалған кеңістікті пайдаланғысы келеді. Біз енді өзіміз қанша жасырсақ та, біз Ресейдің ықпалындағы мемлекетпіз ғой. Біз Ресейдің ықпалынан шықсақ, Қытай оны біздің өзінің мүддесін аймақ біздің ықпалында ұстағысы келеді, ол точно нәрсе. Значит, Қытайдың бізге қатысты саясаты күшейе түседі деген сөз. Бұл аймақта, Орта Азияда, Қазақстанда, ақш-тың да өз мүдделері бар. Біз солардың бәрін мүдделерін ескере отырып, өз мүддемізді өзге білдіретін саясат жүргізуіміз керек қой. Мықты саясаткер керек деген сөз ғой. Сыртқы саясатты, болашақ саясат жүргізуде сол нәрселердің бәрін ескеруіміз керек қой. Орта Азияда лидер болуға ұмтылуымыз керекпіз. Ол да басты нәрсе. Қазір Өзбекстанмен де басты конкуренция бізде. Сол мәселе жөнінде да. Лидер боламыз дегенде, бірақ біз сояқпен лидер боламыз дейміз де біртүрлі менсінбеген сияқты қараймыз ғой солар. Өзбекті, тәжікті, түркменді өзімізден бір төмен нәрсе сияқты. Шетті біз соларды біріктіруіміз керек сияқты. Бір-біріне жақындастырып, Орта Азиялықтар. Бір-біріне жақындастырып, бір одақ құра ма, бірге ма, біртұтастырандырып, сонда біз сол одақтың ішінде біз лидер боламыз ғой. Енді қанша мақтаса да Өзбектің экономикасының күші әлі біздің күшіміздей жерде амаға жеткен жоқ. Болашақта жетіп қалатын бар, бәрібір.
біз аналардың ықпалына түспеу үшін өзіміз күшті болуымыз керек қой. Значит, Лакас Тұран сияқты ұйымдар құрылып жатқан жоқ па? енді болашақ әлі қалай болатын белгісіз ғой, бірақ енді Аха. Түркия кішкене алысырақ жатырған, сосын Ресей қалай болады әлі белгісіз. Ол одақтың күшейткеннен де біз ұтылмаймыз негізі. Көп векторлы саясат деген дұрыс бізге. Бір мемлекеттің ықпалында қалмауымыз керек қой, қалай болады. Қазір заманда өзің күшті болсаң ғой, значит, өзін өзі күшейту деген саясат болған кезінде. Жапонияда да, Қытайда да. Қытай өзін өзі күшейте алмай қалды. Жапония өзін өзі күшейтіп, Европалықтың отарлығына түспей, керісінше өзі империялық мемлекетке айналып кетті. Империялық мемлекетке айналып Қытайға да басып кірді ғой, біздер кезінде. Қытайдың өзін өзі күшейту саясатын күйреткен Жапония Қытайға басып кірді 1894-те. Оралға келейікші ағай. Оралды жалпы мысалға мен өзім Оралдың тарихымен таныса келе, кезінде жаңағы еуропалық өркениеттің көп нәрселері Ресейдің империясы арқылы және қазақтың даласына Орал арқылы кірді деп ойлаймын да. Мысалға театрлар деген сияқты да, подкастта айтылатын әңгімелер бұл театрлар деген сияқты, кинотеатрлар, жаңағыдай сәулет құрылыстары мысалға керемет кезінде бір уақытта дамып тұрған жақсы қала, кішкентай қалашық сияқты да, Европа мен Азияны қосып тұрған бір қақпа сияқты болды. Бірақ қазіргі кезде Орал деген бір региональный бір орталық болды да қалды. Тарихи құндылық жағынан жаңағыдай қақпа сияқты өте бір маңызды қала болу керек сияқты деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Негізі сол заманда Оралдың солай өзгеше болуының себебі Ресейдің бізге қарай жүргізіп отқан саясатында басты жүрген бағытында тұрды ғой. Сосын Европа мен Азияның қосылысында тұрған жер ғой. Енді орыстандыру саясатын айтыпсыз да? 19 ғасырға дейін біздің Қазақстан жеріндегі қалалардың ішінде ең бастылардың бірі болды. Мысалы 1897 жылы Ресейде бірінші рет санақ өтті. Санақтың нәтижесі өзінде Қазақстан территориясында халқының саны ең көп қала Верный болған бірінші. Екінші Орал болған. 1897 жылғы санақта. Орал Қазақстанда ең бірінші пойыз келген қала. Покровская Слобода Орал темір жолы деген темір жол салынған. 1891-де Оралға уже темір жол. Бүткіл Қазақстанда темір жол бірінші келген қала. Алғашқылардың бірі болып банк ашылған қала, банк салынған. Құрылысы да барлық жағынан шынымен де сол кезде Қазақстанда басқа қалалардың бәрінен ерекше болды. Сосын ертерек салынған қала басқа қалаларына қарағанда. Енді бұл жерде қала бұрыннан бар, 13-ші ғасырдан бері бар ғой, жайық қалашық құрылған жерде бастап жатқан. Бірақ 17-ші ғасырда казактар келіп бұл жерге сол өмір сүруге қолайлы жерде тұр ғой, үш өзеннің ортасында тұрған жаңадан қала салды. 1613-тен бастап. Бұрынғы қаланың орнына салды ғой. Енді біздің қала 1613-те салынды дегенді білдірмейді, бірақ 1613-тен бастап жаңа заманның қаласы салына бастады. Жаңа заманның қаласы. Біздегі басқа Ресей империясын жаулаушылықтар кезінде салынған қалалардың бәрі 18-ші ғасырда. Ең ертелері Омбылар 1716, Семей 1718, Өскемен 1720. Мына жердегі қала 1613. Басқалардан гөрі ертерек салынды. Сосын мен ойлаймын, кейін оның несі бір жақ шетке қарай қалып қойған себебі жолдарға байланысты сияқты. Негізі экономиканың, қаланың дамуына жолдар үлкен әсер етеді ғой. Мына Орынбор Ташкент деген темір жол салынды ғой, басты жол. Орынбордан шығады да Ақтөбенің үстімен кетеді ғой. Содан Ақтөбе басты жол торабына айналды. Хотя ол кейін салынды. 1879 бекен. Ақтөбе кейін салынды. Мысалы, біз тәуелсіздік алғаннан кейін ана Батыс Еуропа, Батыс Қытай бар ғой. Ол да барып Ақтөбенің территориясымен Орынборға қарай кетіп қалды. Біз бір жақ шетке қарай қалып қойдық. Сосын Қазақстан басқа қалалармен тіке темір жолмен де байланыспағанбыз ғой біз. Даже Атыраумен темір жол жоқ. Да. Логистикасы жолға қойылмаған, жолдар темір жол байланысып тұрмын. Содан бір шетке қарай қалып қойған сияқтымыз содан. Себебі сол 20-шы ғасырдан бастап біздің белсенділігіміз төмендеп жатқан сияқты көрінеді. Себебі 19-шы ғасырда бізге мәдениеттің, әдебиеттің көп ірі өкілдері келген ғой. Значит, басты қала болған деген сөз бар. Сол бір себебі әуелі күшсіз жаулады ғой Ресей. Күшсіз жаулаған кезде біз орталық болып есептелдік. Содан кейін бағыттармен қарай кеткен кезде, ұлы жүзге қарай кеткен кезде, онан шығатын жолдар біздің үстімізбен жүрмей қалғаннан болар деп ойлаймын. Сосын да бір жақ шетте қалып қойып. Сосын біздің қалада үлкен өнеркәсіп орындары жоқ қой. Сосын біздің қаланың айналасында үлкен кен орындары да жоқ.
ең жақын Ақсайдағы ғой, 150 шақырым жерде. Бұл бір жағынан жақсы, бір жағынан жақсысы, соның арқасында қала экологиялық эколог тұрғыдан. жағынан таза, тыныш қала, таза қала. Мысалы ірі кәсіпорындар мен ірі кен орындары ғой қазіргі кезде қаланы үлкейтетін негізі жақсы қала ғой біздің, шағын қала, жасыл қала, ауасы да жақсы, терегі де көп. Ал жалпы мысалы алдағы уақытта біздің Қазақстан деңгейінде бір жаңа тарихи немесе мәдени бір құндылығы бар қала сияқты есептелу мүмкіндігі бар ма? Негізі біздің қалада тарихи ескерткіштер өте көп, мүмкіндігін пайдаланылмай отыр негізі. Бір менің кіші отаным деген тарихи жарыс бар, сонда дейтін видео сайыс бар, соған ылғи да ойлап жүретін. Тарихи ескерткіштер өте просто бір тақырып қалсам, мысалы дейінші мен 390 аяғында оқушылармен тарихи орындарды қыдыратын едім. Бір 7-ші класспен қаланың бір аймағын ғана қарап шығайық деп ойладық. Жоспарда не болды? Басты нәрсе Ғабдолла Тоқайдың мұражайы болды. Сосын бардық та жерден неден түстік, Гагарин Белдецейдің қасына. Соның өзінде ана оқушылар кейін айтады, ағай дейтін, біз точно өзіміздің Оралда жүрміз да, басқа бір Европаның қаласының тарихын аралап жүрген сияқтымыз ғой деп. Түстікте жолдан өткенде ана жерде Савичтің бульвары тұр. Савичтің ескерткіші тұр. Өлкетанушы Савичпен бұрын біздің ауыл жақтарға барған, Құрманғазымен кездескен, біздің ауыл туралы жазған 18-ші ғасырда. Соның тарихын айтып мына жерде бірталай тұрдық. Сосын алға қарай жүрдік те Ғабдолла Тоқайдың үйіне бардық. Ол сол жерде оқыған, оның Қазандағы тарихын айттық. Сосын шығып айттым, балдар мешітке соғып кетейік, мына Ғабдолла Тоқаймен үйімен екеуін байланысты. Мешітке соқтық. Мешіттегі имам мешіттің тарихын айтты. Сосын мешітке шыққаннан кейін есіме түсіп кетті, мешіттен 1-2 үйден кейін 19 ғасырда болған ненің медресенің үйінің зданиесі бар жерде. Адамдар тұр, бірақ қазір ол жерде. Мешіттен кейін 1 үйден кейін тұр, 2 этаж. Соған бардық. Медресе. Мен ол медреседе осы уақытқа дейін Ғабдолла Тоқай оқыған деп жүрдім. Оказывается, Ғабдолла Тоқай оқыған мешіт дейтін медресе дейтін басқа жағында екен, ол жоқ екен, өртеніп кеткен екен. Анау басқа медресе екен. Содан шығып, айналып сендер оқыған 38-ші мектепке соқтық, әдейі соқтырттым. Ол кезінде купец Ванюшкин үйі ғой. Иә. Сосын ол 20-ші ғасырда ол сельхозтехникум болған, ол жерде Жұман Молдағали оқыған. Бір кварталда жүрміз ғой дейтін. Сосын айналып шығып, мына пединстің жанында Чапаев деген көше бар. Сол жерде 2-ші үйде қазір нотариус тұр. Сол үйде 20-ші ғасырдың басында Қазақстан деген газет шығып тұрған. Иә. Ол туралы айтып едім мен. Иә, үйде не тұр, белгі тұр. Қазақстан деген Елеусен Бүйрен деген адам шығарған жаңғаланка. Оның көп тарихын білетінмін ғой. Сосын соғып, үйде енді соны қарадық. Ол Бөкей Ордасынан шығып бастады ол газет, та? Иә, Бөкей Ордасынан 1-ші нөмір шықты да, қалған нөмірлердің бәрі 11 мен 15-дің арасында шықты. Иә. Содан кейін әнжеден шығып, бүйтіп келіп, ана жатқа соқтық. Кітапхана тұр ғой, балалар кітапханасы мен Гагарин кинотеатры. Иә. Ол тарихи орын, 19-ші ғасырдың ғимараттары. Сосын Пушкин жатына кірдік. Мұражайына. Енді қараңдар, мына жерден түстік, Пушкин мұражайына. Бір квартал айналып шықтық тек қана. Қаншама тарихи жерлер. Бір ғана қалады. Үлкен нәрсе. Әлі табылмайды. Мысалы 1905 жылы 5 облыстың делегаттары жиналып қазақтардың партиясын құрамыз ба деп Оралға жиналған. Кейбір деректер бойынша Әлихан, Ахмет, Міржақыптар келген деп айтады. Қай жерден келді, қайда түсті, қай үйге жиналды, анықтайтын нәрселер ғой бәрі дейтін. Білмейміз да ол өздері әлі. Съезжісін жасап, не жасағысы келген. Қазақ кадеттік үлгідегі қазақтардың партиясын құрғысы келген 5-ші Оралға жиналып. Ол да үлкен оқиға. Сол кездің өзінде мысалға бір андай саяси нелер, оқиғалар болатын қала сияқты болған да Орал. Саяси оқиғалардың орталы болған негізі. Үлкен оқиғалар. Газет шығып тұрған деседі да мысалға. Иә. Татарлардың газеті шығып тұрған еще бізде пікір деген, фикир деген. Қазақстан газеті шығып тұрған. Ал Бөкей Ордасынан ол не мында көшіп келбеді? Анда олардың нелесі баспаханалар болған жоқ қой. Астыртынан апарып шығартылып келген. Андан макетін жасағанда ордадан Астыртынан шығарылып келген. Содан кейін мында келіп, бәрі ақша жинап баспахана сатып алған. Елеусен Бүйреннің атына жаздыртқан. Баспахана сатып алған. Сосын ана ғимаратқа орналастырған. Тек қана газет емес, кітапта шығарған. Елеусен Бүйреннің өзі Ызың деген кітап шығарған сол кезде. Қазақстан жерінде шыққан тұңғыш қазақша кітап болу керек, онда зерттейтін кісі керек. Себебі біздің сол кезде ғана Абайдың кітабы шықты, Ахметтің кітабы шықты деп жатырмыз ғой. Олардың бәрі Петербургта, Қазанда шыққан кітаптар. Елеусен Бүйреннің кітабы сол баспаханадан шыққан 11-ші жыл, Ызың деген. Қазақстан территориясында. Қазақстан территориясында бірінші қазақша кітап болуы мүмкін. Дұрыстап зерттесе сол болып шығатын бар деп ойлаймын.
Ал мына Орал қаласында да жалпы ең басты 5 артықшылығы мен 5 кемшілігін айтыңызшы, өзіңіздің ойыңызша. Соншама тарихты айттыңыз, соншама көп материалды білесіз, тарихи фактілерді білесіз. Артықшылық дегенде тарихи жағынан ба, жалпы қаланың ба? Жалпы қаланың айтсаңыз болады. Негізі қаланың ең жақсы жері табиғаттың жақсылығы ғой. Екіншіден тыныш қала болған. Алматы, астаналар қыдырып барып кететін қала, Орал тұратын қала ғой. Тыныш қала. Сосын бізде халықтың да өзгеше ғой. Бізде батыстың менталитеті өзгешелеу ма. Халық дейтін ашық жарқын. Ойындасын тіке айтатын. Подковерный ойындар аз. Сосын Европа мен Азияның қиылысында тұрған қала екендігі білінеді халықтың менталитетінен де. Мысалы Шымкентке барсаң, более азиялық менталитет қой. Оралға келсең, Оралда өзгеше бір халықты өзгеше. Сол енді табиғатқа да байланысты бар, қалыптасқан менталитетке де байланысты бар. Өзгешелігі, ерекшелігі көп қала ғой негізі. Тарихы да терең қала. Зерттейтін нәрселер көп әлі. Ал 5 кемшілігі өзіңіз байқаған? Бұрын студент кезімізде кемшілік көп еді, мысалы. Көп тұрғаннан кейін кемшілік азайып кеткен сияқты негізі. Бұрын орысша қала болды ғой. Біздерге ең бірінші студент болып келгенде ең жағымсыз жағы сол болды. Орысша бір ауыз сөз білмейтін кісілерге жаман қала болды. Қазір білмеймін, кемшілігі болса да көрінбейді ау бізге соны. Жолдары жөнінде немесе инфрақұрылымы жөнінде ештеңе айта алмайсыз ба? Түзелетін нәрсе ғой. Кемшілік деп айта алмайтын сияқтысың. Жол қаласа кез келген уақытта жақсы жағына айналады, жақсы өтіп жүрсең. Демесе кемшілікке айналады. Өзіміздің қалама болсын. Кемшілігін көре алмайтын сияқты. Туған жердің кемшілігі жоқ сияқты ма? Туған жердің кемшілігі. Басқа қалаларға барсаң кемшілігін көре бересің. Оралға келсең көре алмай қалатын сияқты. Жалпы ағай, көп рахмет бүгінгі осындай керемет қызықты мәліметтермен бөлісіп келгеніңізге. Подкастқа шақыру баядан ойымда бар еді сізді, өйткені деген жалғыз мен емес, мына көрермендер де білсін деп сіз жайында өзіңіздің жаңағы тарихи фактілермен осылай бөліскеніңізді қаладым. Соңғы сұрақ сізге енді мына өзіңіздің көкейіңізде жүрген мәселеңіз болса, немесе айтқыңыз келіп жүрген бір халыққа үндеуіңіз болса, осы камераға айтып, бізде ол дейтін жаңағыдай дәстүрлі рубрика сияқты болады. Бір ойыңызды жеткізсеңіз болады. Шәкірттеріңізге ма, немесе жалпы көрермендерге ма, өзіңіз білесіз. Жалпы біз бәріміз Қазақстан мықты болған, Қазақстан күшті болған қалаймыз ғой. Соны қалаймыз да, бірақ жатып алып айтамыз ғой. Ананы түзеу керек, мынаны істеу керек, мынаны сөйту керек, мынаны бүйту керек еді ғой деп. Адам соны жақсы болғанына, өзгергеніне байланысты бір нәрсе істеу керек қой. Әркім өзінің мойнына алған шаруасын, Әлиханның сөзі. Әрбір кезеңдегі ұрпақ өзінің мойнына алған шаруасын жетер жеріне жеткізіп тастау керек қой. А то дейтін келесі ұрпаққа арқасына алынып күш көбейіп кетеді ғой. Әркім өзінің қолынан келетін нәрсесін, қолынан жеткізетін нәрсесін жетер жеріне жеткізіп тастау керек. Қазақстан болашақта күшті болсын десең, мықты болсын десең, ондай Қазақстанды бізге ешкім жасап бермейді ғой. Сондықтан біз оны өзіміз жасауға бір қандай болса да үлесімізді қосуымыз керек қой. Әркім ана Әл-Фараби қайырымды қала тұрғындарында жақсы қайырымды қала қандай болады? Әркім өз ісін білсе, өз ісін атқарса ғой. Әркім өзінің атқаратын ісін бар жан дүниесімен беріліп, содан бір нәтиже шығатындай етіп, жететін жеріне дейін жеткізіп бар істеп. Біз мысалы мұғалімдікті мойнымызға алдық. Ешкім бізді зорлап, қорқытып мұғалім болдыртқан жоқ. Мойнымызға алғаннан кейін сол істе бір нәтижеге жететіндей етіп, бір баланың отын жағатындай етіп, бір көзін ашып, бір өзіндік ой көзқарас қалыптастыратындай дәрежеде жұмыс істедік деп есептеймін. Өзіміздің мойнымыздан алған нәрсені жеткізе алатын жерімізге дейін сүйреп әкеліп жеткіздік қой деп ойлаймын. Жұрттың бәріне де сол істейтін іс қайырлы болу керек қой. Шын ниетпен істейтін істеріңіз болсын деймін. Сол нәрсе. Әркім өз ісімен сүйіп беріліп айналысса, содан маған қандай пайда келеді деп емес, елге бір пайда тиме екен деп істеу керек қой. Сол нәрсені ұмытпайық дейміз.